Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Мысықтың денсаулыққа пайдасы. Мысықты жақсы көретін жандар мысық асыраса, оның денсаулыққа пайдасы орасан екен. Жүрек талмасынан шалдыққан науқас мысықты бірнеше минут сипаса, оның қан қысымы қалпына келеді. Мысық шаршағанды басып, күйзелістен арылуға көмектеседі. Мысық үйдегі жағымсыз энергиямен күресіп, үйдің атмосферасын тазартады. Қара түсті мысық өзге мысықтарға қарағанда адам бойындағы жағымсыз энергияны өзіне көбірек сіңіріп алады. Ал ақ түсті мысық адамның жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді. Мысықтың мауығу кезінде шығаратын дыбысы науқасты ультра дыбыспен емдеумен бірдей. Мысықтың дыбысы жараның жазылып, сүйектің өсіп жетілуіне әсер етеді. Жалғыз жандар үшін мысық таптырмас ермек. Мысық қожайынына қажет екенін сезсе, оған адал дос бола біледі. Сүйкімді мысықтың суретіне қарап отыру жүйке тыныштық сыйлайды. Мысық сіздің қай жеріңізге шығып жайғасса, сол жеріңіздің сыр бергені. Егер беліңізді айналсоқтаса, бүйрегіңіз ауырады. Мысық басыңызға жатса, ол гипертония немесе бас ауруының белгісі. Егер мысық сол жақ жауырынға немесе иыққа жатса, онда жүрегіңіздің жұмысы ауытқи бастаған. Мысық адамның өзіне деген махаббатын, мейірімін сезсе ғана емдеу ісіне кіріседі. Оны жақсы көріп сипасаңыз, біраз аурудан арыласыз. Мысықты емдеуге күштеп көндіру мүмкін емес. Өмір бойы үйінде мысық ұстаған адамдар мысық асырамайтын адамдарға қарағанда 10 жыл артық өмір сүретіні дәлелденген. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.